Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет торттың оформлениесін бірге жасайтын боламыз. Менің каналыма жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да керемет торттар шығатын болады. Ал енді біз обтяжкаға крем дайындаймыз. Бізде молочная девочка торты жасалынған, бір түн холодильникте тұрған тортымыз. Ал енді қаптауға крем жасаймыз. Сахарный пудрамыз бен творожный сырымызды жақсылап біркелкетіп араластырып аламыз да, оған холодильникте тұрған салқын сливкиімізді өлшеп құятын боламыз. Ал енді миксердің көмегімен қою массалы крем шыққанша кремімізді араластыратын боламыз. Не осындай із қала бастайды, қоюлана бастаған кезде қою крем шығады бізде осындай. Осы қою кремімізді торттың бетіне, жан жағына, барлық жағына тегістеп жағып шығатын боламыз. Не осылай жан-жағына тегіс жағып шығып, спатуланың көмегімен тегістейміз тортымызды. Жан-жағын тегістеп аламыз алдымен. Сонан соң беткі бөлігін осылай тегістейміз. Тегістеп болып, біз тоңазытқышқа тортымызды 2 сағатқа жіберетін боламыз. Себебі біз шоколадпен жазатын боламыз тортымыздың жан-жанына. Сондықтан тортымыз салқын жерде тұрып керек. Мұздай болып тұрса, біздің шоколадымыз бірден қататын болады. Міне осылай қырларын жақсылап шығаратын боламыз. Сонда тортымыз сәнді болып шығады. Міне холодильникке жібереміз. 2 сағат тұрған тортымызға шоколадпен жазатын жолларымызды дайындап аламыз осындай жіптің көмегімен. Мінде 4 жағына да сөз жазылады, өлең жолдар жазылады. Сондықтан 4 жағына да осылай жол жасап шығамыз. Ертілген шоколадымызды біз кондитерлік мешокқа салып алып, ұшын кішкене кесіп, осылай жазуларымыз шығаратын боламыз. Бұл бізде өлең жолдары. Сондықтан қателеспей жазуымыз керек. Міне, шоколадымыз салқын болса, тортқа тигенде бірден қата кетеді. Сонда ақпайды шоколадымыз. Ал егер мұздатқышқа қоймай жазуымызды жазатын болсақ, онда ақып кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде мұздатқышқа қойып, тортымызды салқындатып алуымыз керек. Міне осындай жазуларымызды жазып аламыз. Көше кезіп бозық болған талай кездері, тіліңді алмай қаяу салған жанға сөздерің, балалықпен болды оның бәрі анашым. Кешірші қазір бәрін түсіндім, өзгердің. Куәгеріңмін мен күлкісіз күндеріңнің, кінәгеріңмін мен ұйқысыз түндеріңнің. Қабағыңна мүлде сыр бермейсің жадыра, шаршасаң да жасырасын сезім білімін. Уәде беремін, мама, уайымдатпаймын бар үмітіңді, енді ақтаймын. Жақсы көремін, мама, алаңдатпаймын
көремін мама, алаңдатпаймын жылулығыңды, жаныма сақтаймын ең асыл ана. Балалық барлық шалалығымды көтерген, қателікпенен тентектігімді кешірген, әрдайым мені желеп жебейтін қолдаушы, маған ең қымбатсың менің жалғыз анашым. Жүрегіңе сыйған таусылмайтын мейіріңнен өмірлік күш алып жүремін. Қабағыңнан мүлде сыр бермейсің жадыра, шаршасаң да жасырасын сезім білімін. Уәде беремін мама, уайымдатпаймын бар үмітіңді, енді ақтаймын. Міне жанындағы сөздер жазылып бітті. Бұл жерде толығымен өлең жолдарын толығымен жазылып түсірілді видеоға. Енді бетіндегі сөзін жазамыз. Сонан соң бізде қалған креміміз бар. Сол кремімізді қызыл түске бояп алып, жан-жанына жүрекше жасап шығамыз. Балалықпен болды оның бәрі анашым, кешірші қазір бәрін түсіндім өзгердім. Қалаларыңыз бойынша әрлесеңіздер болады. Менде осындай жүрекшелермен оформление жасалады. Қабағыңнан мүлде сыр бермейсің жадыра, шаршасаң да жасырасын сезім білімін. Уәде беремін мама, уайымдатпаймын бар үмітіңді, енді ақтаймын. Жақсы көремін мама, алаңдатпаймын жылулығыңды, жаныма сақтаймын. Міне жүрекше жасап шықты. Енді посыпкаларымызды сеуіп, осылай әрлеп шығамыз. Міне тортымыз дайын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Балалық барлық шалалығымды көтерген, қателікпенен тентектігімді кешірген, әрдайым мені желеп жебейтін қолдаушым, маған ең қымбатсың менің жалғыз анашым. Жүрегіңе сыйған таусылмайтын мейіріңнен өмірлік күш алып жүремін. Қабағыңнан мүлде сыр бермейсің жадыра,